Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз Тақиялы періште киносында ойнаған Әлімғазы Райымбеков атамыздың шаңырағындамыз. Сол кісіге бір сұрақ қойсам дедім. Сонау кеңес заманында дәстүрді дәріптеген, көп адам еліктеген керемет кино. Сол кино желісі бойынша бір сұрақ қойсам. Ата, осы кинода Әмина апамыз сізге келін таңдап жүреді басында. Бірақ сіз кинодағы анаңыздың дегеніне көнбей, өзіңіз таңдадыңыз жарды. Ал өмірде қалай болды? Өмірде мінекей ар жағыңда апайың 58 жылы қазан айында үйлендік. Өзім еркімменен, жүректің қалауыменен, бұл кісіні білмеймін, жүрегін қалауымен келді ме? Әйтеу келді. Мінекей Алла берса 58 жыл болды. Басымыз қосылғалы өмірде 6 деймін өтірік айтам. 10 баламыз бар Алла берген, 5 қыз, 5 ұл, 21 немерем бар, 13 шөберем бар. Соның ортасында ойнап күліп жүріп жатырмыз. Сол 18 жылы бұл енді ешкімге айтпаушы ем. Енді балам сізге айтайын, 60 жыл болады. Ауқар тойын жасасақ деген ойымыз бар. Алла өмір берсе. Құдай қаласа. Соған дайындық жасап жатырмыз. Бүгін Жетісуға барып, Жетісу газетіне барып, әміренің ұлықсатын алып, балалар, жігіттер сол жердегі келіп сәлемдесіп, сол жерде екеуміз киноға түсіп, суретке түсіп, 60 жылдығымызды тойлаймыз деген ойымыз бар. Соған дайындық жасап жатырмыз. Дайындық. Қысылып қалмайық деп, пенсиямызды біреуміздікін ұстап, біреуміздікін сол кассадан алмай жатырмыз. Сондай ойымыз бар. Ал енді қазіргі заманда балаларына жар, өздеріне келін таңдайтын ата-аналардың осындай істеріне қалай қарайсыз? Бұл дұрыс па, әлде бұл дәстүрдің тозып қалған тұсы ма? Жоқ, мен өз басым. Сол құда түсіп алған дұрыс па деп ойлаймын. Неге десең, текті жерді іздейді ғой ата-анасы. Қай баласына, қай қызына жаман болсын, жаман жерге барсын демейді қыз бала. Қыз баланың жүрмейтін жері жоқ, қойдың жүрмейтін жері жоқ. Қызға сөйлеспейтін ер азамат жоқ. Қымызды ішпейтін қазақ жоқ. Сол барып текті жерден құда түсіп алған дұрыс па деймін. Қазіргі заманда көшеде кездеседі, сені сүйем, сені сүйтем деп, аяқ ауыр болғанды тастап кетіп жатыр. Аяқ ауыр болғанды. Оны Павлодарда мынау Торайғыров университетінде айттым. Әй, азаматтар, бұдарың дұрыс емес. Қыздарды алдайсыңдар, үйленем дейсіңдер, аяқ ауыр болғанды тастап кетесіңдер. Оған сендер кінәлісіңдер, ер азаматтар. Қызға 40 үйден тию деген, соны ұмытып баратырмыз. Соны көзеше кездеседі. Ой, сүйем, тием дейді дағын, алады дағын, тастап кетеді. Оның аяғы келіп, жас өспірімдерге біздің болашақтарға қиянат жасап жатыр балаларым, қыздарым. Неге десең, ана Малюткада Сайыз көзінде барсаң, ең чай көк көздерді көрушек. Қазір егемендік алғанымызға мінеки 25 жыл болды. Тарыдай ғана көк көздер, тарыдай. Қазақ балалары өре тұрады, есікте кіріп барсаң бәрі, көздері жаутаңдап бәрі, ата деп осы өре тұрады. Осы жанды қинайды. Қазір кредит алып, той жасап, жарысып жатады.
ілізмейзенге мініп жатады. Ойлаймын, осы дұрыс емес қой деп. Неге десең, біз үйленгенде дастархан жайып, бауырсақ, шақпақ қанып тастап, пиваменен тойлап едік. Қазір ілімезенге мінет, қымбат мейрамханада той жасайды. Сол бір жыл ма, бір ай ма, мінезім жараспады деп аз жарасып жатады. Сол оның бір себебі тәрбиенің жоқтығы, келешегін ойламайды, бірін-бірі сыйламайды, жүрек қарауымен алмайды, қызылшылықпен алады да ұрынып қалады. Әсіресе мынау жас азаматтарым ұрынып қалады. Енді біз құсап, например, мен әскерден келдім, келгеннен кейін мына шешеңе бір көргенде ұнаттым, жүрегім ұнатты. Мінекей, сол 58 жылдан бері Құдайға тауба, мінекей, жаңа айттым ғой, өмір сүріп жатырмыз. Ол жүрек қалауы. Анау көрсе қызарлық, сол қосылады, ажырасып жатады. Сол дұрыс емес пе деп ойлаймын. Дұрыс та емес. Сол ата-анасына жаңа айттым ғой, кредит алып, қарыздандырып, ажырасып жатады. Бір жерлерде айттым, бір студенттердің алдында айттым, о кредитті кім төлейді? Баяғы атаның төлейді. Сен болсаң жүресің талтаң ет. Оқуға түседі ақшамен түсіреді. Оқымайсың, көшеде жүресің. Сиырдың тіліндей диплом аласың. Бір анекдот естіп едім. Сол анекдотым әке деп айтады екен баласы. Союз кезінде. Иә, мен орысша жазуды жақсы үйрендім. Принял дегенді қатты жазбаймын дейді. Ақыранда істейтін көреді. Принял дегенді қатты жазбайтын болды. Сдал дегенді қатты жазбайтын болдым деп сондай бір анекдот шыққан. Дер кезінде мынау Союз ыдырап тарай бастап кетті ғой. Сол кездерде. Мінекей Құдайға тауба, қазіргі жастарымыз бәріне әрине топырақ шашпаймын мен. Бәріне топырақ. Ішінде ақылды, паразатты, ойлы, жігерлі азаматтар бар. Шетелден оқып жатыр. Шетелден оқығанда әсіресе мынау ислам дінін бір жақты болып келеме деген ойым бар. Бір жақты сол халықтың әдет ғұрпын, сол халықтың мінез құлқын сіңіріп келе ме? ұстап қала ма деген ойым бар. Соны келеді тағын бізге соны жүргізеді. Сол имандарымыз. Ол дұрыс емес. Біз ешкімге жалынбай-ақ ата-бабаларымыз ислам дінін қабылдады ғой. Сол ислам дінін ең таза дін деп ойлаймын өзі басым. Інжілді, Тауратты, тасқа басқаларын бұзып, өздерінің ыңғайына қарап өзгертіп алды. Біздің Құран 14 ғасыр, 15 ғасырға кетті. Үтіріне дейін, точкасына дейін, әрбіне дейін әлі өзгерген жоқ. Алланың өзі сақтап біледі. Ал кейінгі уақытта, кейінгі мынау ваххабистер, сахабистер, ұзын сақалдылар, ұзын киіп алып, бет аузын байлап алып қыздарымыз әжетханаға барып темекі шегеді. Анадар дұрыс уағыз айтпайды, өтірік уағыз, қай-қайдағы бір бәлелерді айтады. Ислам дініне қосылмайды. Ал ислам діні таза тіл. Өзім намаз оқымаймын әрине, Союз кезінде атеист болып болдықтаған сол. Қазір өкінем, жалғыз мен емес, менің қатарым, менің замандастарым бәрі намаз оқымайды. Қатайлықтарымыз түсінеміз, бірақ бізден қатайлық болған жоқ, бізді оқытпады ғой. Ағаларымызды ит жеккен қайдады, келмей қалғандары бар. Солай бұл діннен бездіріп жіберді. Дін апиым деп бізге теріс үгіт, уағыз жүргізіп, сондай бір
қиын жағдайлар болды ғой. Қиын жағдайлар. Жақсы ата. Осындай ел бірлігін ойлайтын асыл аталарымыз, ағаларымыз көп болсын. Аман болсын, ұзақ өмір сүрсін. Айтқан келсін.